Достар, бүгін чия тұқымы туралы айтамын. Міне, чия тұқымы өте пайдалы. Денсаулығыңызды жақсартқыңыз келсе, салмақ тастағыңыз келсе, іші үлкен, әсіресе ішіне май жинайтын адамдар, іші шәртиіп жүретін адамдарға өте пайдалы. Бұл чия тұқымын айранмен қосып, йогуртпен қосып, сумен қосып ішуге болады. Кешке қарата айранға 1 столовый ложканы толтырмай салып, дайындап қойып, таңда ішсеңіз болады. Суға дайындасаңыз, бұны 2 сағатқа қоясыз. Міне суға дайындадым, мен 1 столовый ложканы толтырмай салдым, нағара гель. Күшті мынау бөгіп, әдемі, мындай гель болады, гель. Көрдіңіз ба? Кальцийге, магнийге, белокқа өте бай. Ақуыз өте көп, омега-3 май қышқылдары бар. Бұл сіздерге энергия береді. Энергияңыз жоқ, сүмірейіп жүрсеңіз, сізге өте күш қуат энергия береді. Маған тіркеп лайк басып қойыңдар, жоғалтып алмас үшін.